Ихфазиллахи яхфазук. Алланы сақта, Алла сені сақтайды дейді. Яғни Алла Тағала баған Адам алейхиссалам ағашқа жақындама деді ғой. Яғни жақындамау сақтау деп аталады да. Бізге парыздар берді. Нау нәрсе намаз, 5 уақыт намазың парыз, Рамазан айындағы оразаң парыз дегендей мысалы. Серік қоспа Алла Тағалаға бүкіл істің алдында. Ақшаң бар кеп тұрса қажылық парыз. Осындай парыз нәрселер. Ата-ананы сыйлау мысалы. Вавассайнал инсана бивалидайхи, адам баласына анасын өсиет еткенбіз дейді кәдімгі. Анасын, әкесін өсиет етіп тапсырғанбыз дейді адам баласына. Хамалатху уммуху вахнан аля вахн. Ана дегенің дейді. Мүмкін білмейтін шығарсың сен дейді. Бір айтып кетейін дейді да. Ол қиындық үстіне қиындықпен көтерген дейді сен негізі. Сен оңай болған жоқсың дейді 9 ай бойы оған. Көрді? Сен дүниеге шыға салған кезде де білмейсің дейді ол нәрселердің бәрін. Ол қиналу үстіне қиналып көтерген дейді ол сені. Вафисолу фи амейни. Сосын сені емізумен болған 2 жыл. Ұйықтамайды сен үшін. Сен жыласаң болды тұра қалады. Сен жыласаң болды тұра қалады. Осындай жүрек болған дейді сенің қасыңда. Соны солай істеткен дейді өмір бақи саған. Сосын өскен кезде туф, осы қойша деп сөйлеп жүрме дейді оған. Қияметте сұрап алам дейді жақсылап тұрып. Міне осындай анаға байланысты айтқан өсиетін сақтау керекпіз. Намазды сақтау керекпіз. Әр нәрсені. Сосын тыйымдары бар. Нау харам, нау харам, нау харам деп белгілеп берген. Сол нәрселердің бәрінде ұстаным болса бізде, онда сақтағыш деген сипат болады. Сақтағыш деген. Дәретің мысалы. Дәретіңді алған кезде кәдімгідей сондай жақсылап алып, намазыңа сондай бір ықыласпен келіп деген нәрсе. Сосын бәрін сақтау керек. Бұл қастерлі нәрселер бұл. Бұл нәрселерге үлкен жүрекпен келу керек та. Намазға біз кейде рукуғымыз, сәждеміз осы намаз оқып бастау жаңағы неткеннен бері, дінімізге қайтқаннан бері айтайық, Қазақстанда мысалы біздің түзеп келген нәрсеміздің рукуқтарымызды түзедік, сәжделерімізді түзедік, түгел жер нәрсені түзедік біз. Қандай сөз айтылады, таспих түгел нәрсесін түзедік та. Сосын Алла Тағала айтады, енді мына нәрсені түзеңдер дейді. Қада афлахал муъминун дейді Мүъминун сүресінде. Мүъминдер нақты құтылды дейді. Қай нәрсені түзеу керек? Рукуқ, сәжде, намаздың сыртқы, ішкі парыздар бәрі түзу ғой бізде. Біреуі бар дейді әлі түзете алмай жүргендерің. Ол не деген кезде? Аллазина хум фи салатихим хашиун. Олар намаздарында именіп тұрады дейді, сынып тұрады. Ол күнәсін еске алып келеді дейді ол. Ол келіп ана біреуге бүйтіп, біреуді бүйтіп, біреуді сөйтіп дейтін нәрсеге келмейді ол. Көрдіңіз ба? Ол келеді, ол сынып келеді дейді намазға. Күнәсін мойындап келеді. Мен күнәсін басының үстіне қойып қоям дейді намаздың уақытында. Міне, пайғамбарымыз сахих хадистерде соны баяндаған. Соны оқып, түсініп оқып атқан кезінде күнәларды түсірем дейді. Жүрек именіп тұру керек та. Ана сәждеңде сезілу керек. Әсіресе үйде оқыған кездеріңізде мысалы айтайық. Жеке оқып қалған кездеріңізде беріңіз өзіңізді біраз. Мешітте мүмкін бере алмайсыз, өйткені жамағаттың хақысы артық тұрады. Көрдіңіз ғой, ауырғанымыз бар, асығып тұрғанымыз бар, сол құқық жеңеді мешітте. Бірақ жеке оқып қалған кездеріңде бер өзіңді. Әйтпесе кейде мешітте дәлелдемекші боламыз ғой ықыластығымызды. Сен жеке қалғанда дәлелде оны Аллаға. Міне сол жүрек шын жүрек болып аталады оның қасында. Сақтау. Міне сол Алла Тағаланың бұйрықтарын, нелерін сақтап жүрсек, бұның сауабы қандай екен? Ихфазиллах, Алланы сақта, Алла сені сақтайды дейді. Неден сақтайды? Бүкіл жамандықтардан сақтайды. Ұрынып қалуымыздан сақтайды. Өлім сәтінде сақтайды. Қабірде сақтайды. Қабірден тұратын күні сақтайды. Тозақтың алдына әкелінген күні сақтайды. Міне, сөйтіп жәннатқа кіргізіп жібергенде сақтайды бізді. Бізге Алланың сақтауы өте керек, құрметті жамағат. Өте сезу керек біз ол нәрсені. Біз мұқтажбыз, біз пақырбыз. Біздің қолымыздағы нәрсе иннама утиту мин шайин фаматаул хаяты. Ана сендер ойлап жүрген шығарсыздар дейді. Осы дүниеде біраз нәрселерге үйренгендерің бір керемет нәрсе деп. Ол тек осы дүниенікін ғана берген ғой дейді сендерге. Сендерде түк жоқ дейді. Ертең көрінеді дейді түк жоғың өлім сәтінде. Сосын қабірден тұрған күні. Сол күні мен байытқан адам ғана байыт деп тұр ғой.
мен рахымыма бөлеген адам ғана құтылды деп жатыр ғой. Міне сақтағыш әрбір бұйрық несін. Біреуге уәде бердіңіз ба? Алла тағала не дейді? Әллазина хум ли аманатихим ва ахдихим рағун. Олар біреу оған аманат тапсырса, біреумен келісім шарт жасаса, саудада ма, үй сатуда ма, тағы да басқа нәрселерде шарт жасаса ма, олар оны қатты ұстайды дейді. Аманат, серт, уәде, ант деген нәрселерді. Көрдіңіз ғой? Міне сақтайды бұлар. Әйел кісілерде де сол, мысалы, хафизати лил ғайби, күйеуі жоқ кезде күйеуінің арын, үйін, малын, түгел нәрсесін сақтайды. Күйеуі келгенге дейін жақсы нұр болып отырады. Міне сырын ашпайды ешкімге. Телефонмен аласап, былай деген нәрселер жоқ. Сақтағыш өте қадірлейді сізді. Міне қараңыз, бір-бірінің қадірін түсінгенде. 5 уақыт намаз осының ішінде, құрметті жамағат. Ең маңыздысы таухидтан кейін осы намаз ғой. Өйткені пайғамбарымыз салсам айтады: "Мән хафизу алейха", кімде-кім осы 5 уақыт намазды сақтап берсе дейді. Хафизу дегенді қолданған, көрдіңіз ба? Кім сақтап берсе дейді осы өмірде осы 5 уақыт намазын дейді. Канат лаху нурон. Қиямет күні келген кезінде нұрға айналады дейді намаз. Өзіңіз ойлаңыз. Оқыған, сақтаған намазың нұрға айналып кеткен да. Ол нұр керек, ана сираттың үстінен басқаша өту мүлде мүмкін емес та. Нурон ва бурханан. Сөйтіп Алланың алдында мұсылман болып өмір сүріп, мұсылман болып өліп, мұсылман болып тірілгеннің айғағы дейді ол. Бурхан, өзіңіз ойлаңыз да. Ва наджатун минан нар. Сөйтіп сираттың үстінен өтіп баратқан кезде оттан құтқару дейді ол намаз. Құтқару деген нәрсеге айналады дейді да. Міне қараңыз сауабы қандай. Ва ман лам юхафиз алейха. Кімде-кім бұл 5 уақыт намазды сақтамаса, қараңыздар. Ла такуну лаху нурун. Енді оған нұр жоқ дейді қияметте. Вала бурханун. Айғақ та жоқ дейді оған. Намаз деген былайша қарасаңыз, өзіңіздің бір айғағыңыз екен ғой. Айғағымыз екен ғой жалпы. Көрдіңіз ба? Алла тағаланың алдындағы мұсылман, шынайы бір мұсылманмын деген нәрсені көрсететіндей бір айғақ екен да. Вала наджатун. Тозақтан құтқаратын да нәрсе жоқ дейді енді. Түсіп кетуі мүмкін да. Тек таухидтың, жаңағы қастерлі таухидтың несімен Алла тағала дәрежесін түбінде шығарады. Сосын айтады, ең қорқынышты хадистің соңында, кім бұл 5 уақыт намазды сақтамаса, оған нұр да жоқ, оған айғақ та жоқ, оған тозақтан құтылу да жоқ. Ва якуну ма Харун. Ана ма Қорун, ва Фирғаун, ва Хаман, ва Убай ибн Холаф деген пайғамбар салсам. Ол қияметте Фирғаунмен, Қарунмен бірге тұрады дейді. Сосын ана Убай ибн Холаф деген кісімен бірге тұрады дейді. Убай ибн Холаф деген білесіздер, Нәжім сүресі соңғы аятын өттік қой. Барлығы сәждеге жығылған кезде бір үлкен кісі жығылмады дедік қой. Топырақты маңдайына тигізе саған. Сол Убай ибн Холафпен бірге тірлік қама деп отыр ғой пайғамбар салсам. Мен пайғамбарым он дейді. Бірақ намазсыз қайтып сөйлейміз дейді да алдында. Түбінде тозақтан шығару ол бөлек нәрсе. Таухид аман болса да, бірақ сондай жағдайлар болып қалуы мүмкін қиямет жағы. Сондықтан ең бірінші орында сақталатын нәрсе 5 уақыт намазың. Одан кейін жаңағы аманатың өзіңізге берілген. Келісім шарттарың, уәделерің, қолыңызға қарамағыңыздағы адамдар. Міне, осының барлығы сізге тапсырылған нәрсе қияметке дейін аман есен алып келіп, міне, хақыларын атқардым дегенде алып келетін. Міне хафиз деген өте маңызды нәрсе, құрметті бауырлар, сақтағыш. Қандай да бір құлшылықты да бастасақ, жаңағы духа намазына айтып кетейік, тура соған қатысты келіп тұрған бір хадис бар. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз салсам айтқан: ла юхафизу аля салати духа илля ауабун дейді. Қараңыздар, духа намазын дейді, духа намазын ауаб, тәубашыл құлдан басқа адам сақтық қыламайды дейді. Қараңыз қалай істеп қойған. Уахия салатул ауабин, өйткені ол тәубашылдардың намазы ғой дейді. Тәубашыл адамнан басқа адам духа намазына сақтық қыламайды дейді. Яғни духа аз болса, тәуба аз деген нәрсеге келтіріп жатыр. Ең құрмаса сол екеуін байланыстырып алсаңдар, тәубашыл деп құтылып кетуімізге болатын нәрсе тұр ғой.
Көрдіңіз ба? Сондықтан сақтау. Бір істі бастадыңыз ба, соны тастамаңыз шамаңыз келгенше. Кейін нәпіл бір істі бастадыңыз ба, тастамаңыз шамаңыз келгенше. Сақтаңыз соны Алла үшін. Алла Тағала сізді сақтайды да. Міне бұл адамдар дейді, бізден бір аят келе қалса, бізден бір бұйрық келе қалса, бізден бір тыйым келсе, пайғамбарымыз арқылы салсан бір аят түсе қалса, бұлар Рахманнан көрмей қорқатын адамдар дейді. Мән хошияр рахмана бел ғой. Бұлар көрмей ғайыбынан қорқады дейді. Ғайыбынан қорқады дейді Рахманнан. Алла Тағаладан да. Мысал, пайғамбарымыз салсам жаңағы сахабалармен бірге қажылық жасалған кезде, сол қажылықта білесіздер, адам ихрам күйіне киеді. Ихрамға кіргеннен кейін Меккеде аң аулауға деген, аңға тиісуге деген нәрсе болмайды. Мүлде болмайды, тыйым салынады оған. Сонда Алла Тағала бір сынайды. Я айюхаллазина аману деп айтады Алла Тағала: ей иман келтіргендер, ла ябілуаннакумуллаху би шейин минас сойди. Қазір осы ихрамды киіп Меккеге келатсыңдар ғой дейді. Мен сендерді қазір сынайым дейді. Аңдарды қастарын алып келген ғой. Қарын деген аш, аңшылар көп. Ананың бәрін алып келген. Танәлуху айдикум дейді. Құр созсаң қолың жетіп тұратын жерге дейін әкелем дейді Алла Тағала. Варимахукум, найзаң да жетеді дейді. Түртесең құлайын деп тұр дейді. Не үшін? Алла білгісі келеді дейді. Мәйяхофуху бил ғойб. Кім қорқады одан көрмей Алланы? Көрдіңіз ба? Сондықтан осындай нәрселер, мысалы жаңағы нәрселердің бәрінде осы нәрсе дос болса бізге сезім. Садақа берейін деп атқан, бермейін деп атқан кезіңізде, ойбай, Раббым көріп тұр ғой, беру керек. Осылай басталады өзі амалдар. Сіз ба? Соны біреуді кешіре алмай тұрған кезде, Раббым көріп тұр ғой, кешірдім бауырым. Осылай жасалады да. Көрмей қорқасыз да, көрмей реакция жасайсыз. Алла Тағалаға деген иманың міндетті түрде рефлекс беру керек қой бойыңызда. Кешірмеймін деп тұрған кезіңізде кешірем деп айналып кету керексіз. Яғни кешірмеуге жетіп тұрған шамаң кешіруге де жетеді. Бірақ шаманы бұру сіздің таңдауыңызға беріліп, сол арқылы не жақсылық, не күнә пайда болады. Соқтан шамаңызды Аллаға бермейсіз ба? Алла берді емес пе сізге шаманы? Жақсы жаққа бұрып үлгере алмайсыз ба оны? Деген нәрселер жатыр. Міне қараңыздар. Кім Рахманнан, ғайыбынан көрмей қорықса, уәжа би қолбин муниб, сөйтіп қиямет күні қайырылған жүрекпен келсе дейді маған. Қараңыздар, маған қайырылған жүрекпен келсе дейді. Қараңыз, Алла Тағала айтып отыр. Соқтан мына қайырылған жүрек деген, құрметті жамағат, өткенде де айтып отырып қой, жолда кетіп баратқан кезіңізде бір мысық жатса, өліп қалған ит жатса, тоқтаңыз, қайырылыңыз. Пайғамбарымыздың хадисі, иманның ең төменгісі дейді, жолдағы зиянды нәрсені алып тастау. Ең төменгісі дейді. Біз сол төменгісін істей алмай жүреміз кейде, бірақ бір-бірімізге керемет шариғат айтамыз. Міне сондықтан қайырлу деген нәрсе бар. Есік қақсып, біреу есік қағып садақа сұраса да, жаңағыдай балғаңды сұрап келе ма, бір досыңыз звондап қала ма, көлігіңіз мысалы тұрған кезде көлігіңізбен бір неге апарып келесіз бе бізді десе де, бағындыр. Жаңағы Сүлеймен айтып тұр ғой, мүлік билікті берші маған, ешкімге бермейтін. Мен солай бағындырам ғой билікті. Жүрегімде бір орында болмайды оған дегендей қылып отыр да. Сол сияқты көлік бердім Алла Тағала. Осыны жәннатқа пайдаландырып берді ғой асылы. Мұъминге басқа не үшін береді өзі негізі? Мұъминге көлік берсе, көлік не үшін береді? Мұъминге жаңағыдай қуат берсе, қуат не үшін береді? Мал берсе, мал не үшін береді? Жәннатты алсашы осымен деп отыр ғой. Ұтып ал, мен өсірем деп отыр Алла Тағала. Соқтан әр нәрсеңді Аллаға әзір қылып ұста. Әйтпесе қиналып қаласың сұраған кезде. Деп қиналып ана жерде жаңағы қайдан келіп қалды деген сөзді айтып жіберсе тіпті ұят болады. Ол қайдан келіп қалады? Ол Алланың әмірінен келіп қалған. Басқа қай жақтан келеді ол? Міне сондықтан ойламаңыз, әрбір адамды кінәлай бермеңіз. Алла Тағаламен осылай түсіну керекпіз да, айналамыздағы істерді. Қайырылған жүрек болу керек та осындай. Раббым айтты ма? Болды онда. Раббым кешір деп жатыр ма? Болды, кешіреміз.
Қандай біз мінез көрсетпейміз Алланың жерінде. Денең үлкен болуы мүмкін да мындай мысалы. Раббымның жерінде мінез көрсетпеймін мен. Кешір деді ма, кешірем. Қандай сұлу көріністі анау, әдемі. Міне осындай нәрселерді мұхсин деп атайды да. Әдемі жасайтындар деп тұр ғой Алла Тағала. Әдемі жасайтындар. Мұхсин деген өзі әдемі жасайтындар да, әр нәрсені. Аллаға ұнау өйткені негізгі мақсат ода. Сол үшін ол әдемі жасайды. Оны өздеріңіз қазіргі уақытта красавчик деп айтасыздар мысалы.